Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді лечо салатын дайындайтын боламыз. Бұл салат қатты ащы болмайды, балдар да, үлкендер де барлығы сүйіп жейді. Ең алдымен 4 кг қызанағымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Қызанақтың керек емес жерлерін алып тастап мясорубкадан өткіземіз. Менде бұл жерде 4 кг қызанақ, 2,5 кг болгар бұрышы, қызыл жасылын әдемі түс беру үшін араластырып пайдалансаңыздар болады. 4 бұрыштап тураймыз. 150 грамм чеснокты пайдаландым. Тез ашылу үшін ыстық суға салып қоясыздар шамалы уақыт. 500 грамм сәбізді теркадан өткізіп дайындап аламыз. 2 орташа сәбіз және де 2 қызыл бұрышты пайдаландым. 2 қызыл бұрыш ащылау дәм береді. Сәл ащылы болған қаласаңыздар, біреу қоссаңыздар болады. Қазанымызды жақсылап қыздырамыз. 200 грамм сұйық май қосып, пиязды осылай жұмсарғанша қуырып аламыз. Үстіне болгар бұрышын салып, 7-10 минут көлемінде тағы да қуырып аламыз. Бетін жауып қоямыз қазанымыздың. Енді сәбізімізді салып, 10 минуттай тағы да қуырамыз. Салатты қатты отта істеп жатырмыз, сондықтан араластырып отырамыз, түбі жабысып қалмас үшін. Енді 2 штук ащы бұрышымызды салдық. Енді үстіне томатымызды құйып, толықтай араластырамыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін, томатымыз бен алдыңғы қуырған заттарымызды араластырып алғаннан кейін, 2,5 ас қасық тұз, 2,5 ас қасық қант, қара бұрыш қалауыңызға қарай, лавр жапырағы 3-4 штук және де 2 ас қасық уксус құямыз. Барлығын араластырып 30 минуттай қатты отта қайнатып аламыз. Барлығының дәмі салатымызға сіңу керек, сондықтан қатты отта қайнатып аламыз. Бір жасағаннан барлықтарыңыздар шығады, жасап көріңіздер, атылып кетпейді. Ең бастысы, осы банкілеріңізді булаған кезде жақсылап булап, ас содасымен шайып алыңыздар. Сөйтіп әдемілеп булап, ыстықтай жауып тастасаңыздар, қыста рахаттанып жейсіздер. Міне 30 минуттай біз бүлкілдетіп қайнатамыз. Үстіне 120 грамм 150 грамм мөлшерінде сарымсағымызды саламыз. Сарымсақ салғаннан кейін 10 минуттай осылай араластырып отырып қайнатып аламыз. Енді банкілерімізді, керек қақпақтарымызды барлығын булап, осылай әбден қайнатып аламыз. Әр банкіні шамамен 5-10 минуттай булап тұрамын. Өстіп ыстықтай қазанымыздың салаттың астын өшірмей, бірден банкіге құямыз. Сөйтіп бірден жауып тастаймыз, ауыздарын ауа кірмейтін болу керек. Өте дәмді салатымыз қысқа дайын. Осылай әдемі болып шығады. Үй-іштеріңізге ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады. Ас болсын, жасап көрген болсаңыздар, лайк, комментарий жазып кетіңіздер.